Адамның миы сандық ақпаратқа қарағанда сурет түрде берілген ақпаратты жақсы қабылдайды және жақсы есіне сақтайды. Кей кезде Excel'де мәндерді көрнекі етіп көрсету үшін графикті қолданамыз. Мысал ретінде бізге осында екі кесте берілген. Бірінші кесте бойынша диаграмма құрайық. Ол үшін кестедегі кез келген ұяшықты белгілейміз және вставкеге вкладкасына барамыз. Ары қарай өзімізге керекті графикті таңдаймыз. Немесе сіз график таңдаудан қиналсаңыз, рекомендуемые диаграммы дегенге басасыз. Осы жерден Excel өзі графиктің қандай түрін қолданған дұрыс екендігін көрсетеді. Немесе все диаграммаға басып, өзіңіздің диаграммаңызды таңдасаңыз болады. Мысал ретінде бізге мына екінші диаграмма жақсы келетін секілді. Таңдаймыз, окейді басамыз. Міне осындай диаграмма шықты. Осы диаграмманы белгілеген кезде бізге конструктор диаграмм және формат деген екі вкладка пайда болады. Конструктор диаграммда біз диаграмманы түгелдей басқара аламыз. Яғни диаграмманың элементтерін өзгерте аламыз, немесе диаграмманың стилін өзгертеміз, және де диаграмманың типін өзгерте аламыз. Ал формат деген жерде біз сыртқы келбетін өзгертеміз, яғни түсін және де эффект қолдана аламыз. Мысал ретінде мына диаграмманы басқан кезде осындай қасында үш функция пайда болады. Бірінші элемент ол элемент диаграммы деп аталады. Яғни біз кез келген элементтерді өшіре аламыз, немесе қоса аламыз. Бізге мына элемент метки данных деген элемент жақсы келіп тұрған секілді. Яғни біз егер белгілесек, қандай мәндер бар, соларды қасына көрсетіп тұрады. Ал екінші функцияда стилін өзгертеміз, немесе түсін өзгертеміз. Мысал ретінде мына стильді таңдайық. Осы жақсы келіп тұрған секілді. Ал үшінші функцияда бұл фильтр. Яғни бұл қайсы элементтерді көрсетіп, қайсы элементтерді алып тастай аламыз. Соны көрсетуге болады. Бұған тиіспей қойық, тұра берсін барлығы көрсетіліп. Ал екінші мысал бойынша шеңбер түрдегі графикті қолданып көрейік. Ол үшін мынаны өшіріп тастаймыз. Кез келген ұяшықты белгілейміз. Вставка. Шеңбер түрін таңдадық. Тағы да мына жерде элементі диаграммы таңдасақ, легенда деген тұр. Легенда керек, өйткені әр түстің өзінің атауы берілген. Метки данныхты қосып қойық тағы да. Мына жерден диаграмманың стилін өзгертейік. Ары қарай сүзгіде дәл солай қайсысын өшіріп, қайсысын қоса аламыз. Екінші мысал бойынша кестені қарастырайық. Яғни бұл кестеде барлық тауарлардың соңғы 12 ай бойынша сатылым суммалары көрсетілген. Осы кестені көрнекі көрсету үшін вставкеге кіреміз. Рекомендуемый диаграммаға басамыз. Все диаграммы және график түріндегі диаграмманы таңдасақ жақсы болатын секілді. Бұл жерден де функцияларды басып, өзімізге керекті элементтерді қосайық. Мысалы, метки данныхты қосып қойық. Сетка тұра берсін. Легенда керек емес негізі. Ары қарай стилін өзгертейік. Мына бір стиль жақсы келетін секілді. Немесе мынау жоқ, осыны таңдайық. Ары қарай фильтр керек емес. Кішкене үлкейтейік. Мына көкпен тұрғанда да өзгертуге болады. Яғни белгілейсіз, мышканың оң жағын басасыз,
формат данных дегенге басасыз. Осы жерден заливкаға басып түсін өзгертсек болады. Яғни сары қылсақ жақсы көрінетін секілді.